Сәлем достар, сендер пирамидалар туралы не білесіңдер? Олар қайда орналасқан, қалай салынған, және ең бастысы олар не үшін тұрғызылды? Бүгін біз пирамидалар туралы 7 қызықты факт айтып береміз. Факт 1. Пирамидалар ежелгі қабірлер. Ежелгі Мысырда пирамидалар патшалар мен перғауындардың жерлеу орны ретінде салынған. Оларды өте берік етіп тұрғызған, себебі ішіне алтын әшекейлер және басқа да қазыналар салынған. Факт 2. Ең үлкен пирамида Хеопс пирамидасы. Бұл пирамида Мысырда орналасқан, және оның биіктігі бастапқыда 146 метр болған. Ол 4500 жылдан астам уақыт бойы әлемдегі ең биік ғимарат болып келді. Факт 3. Оларды қалай салды? Ғалымдар пирамидалар тастардан жасалғанын біледі, бірақ оларды қалай көтеріп, осылай реттеп қойғаны әлі жұмбақ. Кейбіреулер жұмысшылар пандустарды биікке шығатын жолдарда пайдаланған дейді. Факт 4. Олардың саны көп. Мысырда 100-ден астам пирамида бар, бірақ пирамидалар тек сонда ғана емес, мысалы Мексика, Қытай, Судан елдерінде де бар. Факт 5. Пирамидалар ерекше орналасқан. Хеопс пирамидасының 4 жағы да дәл. Солтүстік, оңтүстік, шығысты және батысты көрсетеді. Ежелгі мысырлықтар астрономияны жақсы білген. Факт 6. Тастардың салмағы өте ауыр. Бір ғана тас блогының салмағы 2-ден 15 тоннаға дейін жетеді. Оларды мыңдаған жұмысшылар бірнеше жыл бойы тасымалдап орналастырған. Факт 7. Пирамидаларда жасырын бөлмелер бар. Ғалымдар заманауи құралдармен зерттеу жүргізгенде пирамидалар ішінде әлі ашылмаған бөлмелер бар екенін анықтаған. Міне достар, пирамидалар туралы 7 ерекше факт. Қайсысы сендерге ең қызықты болды? Пікірге жазыңдар. Егер осындай қызықты видеолардың жалғасқанын қаласаңдар, лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.